Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 48-ші сабағы сандарды қосу және азайту тақырыбы. Бірінші тапсырма. Бөлшектерді реттеуге көмектес. Оларды екі қорапқа бөліп сал. Балалар, ендеше төмендегі суретке назар аударып қараңдар. Бізде әкесі мен баласы тұр, суретте. Және үстелдің үстіндегі қорап және әртүрлі шегелер тұр екен. Ендеше осы шегелерді екі қорапқа реттеп бөліп салайық. Балалар, төмендегі суреттің бірінші қатарына назар салып қараңдар. Бұл жерде бұл шегенің түрінен екі қораптың ішіндегі шегелерді санағанда барлығы 90 дана шығу керек екен. Яғни бірінші қорапқа біз 90 данасын салсақ, екінші қорапқа бұл шегенің 50 данасын салады екенбіз. Сонда барлығы 90 дана шығады. Келесі, бірінші қорапта 30 дана салсақ, осы шегенің келесі қорабына біз 60 данасын салады екенбіз. Төмендегісіне қараңдар. 20 данасын бір қорапқа салсақ, 70 данасын екінші қорапқа саламыз. Төмендегі соңғы қораптарға қараңдар. Бірінші қорапқа 10 данасын салсақ, осы шегенің келесі қорапқа біз осы шегенің 80 данасын салады екенбіз. Енді балалар, ортадағы қораптарға назар аударыңдар. Бірінші қорап пен екінші қораптың ішіндегісін санаған кезде осы шегенің түрінен 50 дана барлығы шығу керек екен. Енді біз бірінші қорапқа 30 данасын салсақ, осы шегенің келесі қорабына біз 20 данасын саламыз. Келесі, бірінші қорапқа 40 данасын салсақ, осы шегенің екінші қорабына біз 10 данасын салады екенбіз. Келесі, бірінші қорапқа 20 данасын салсақ, осы шегенің келесі екінші қорапқа біз 30 данасын саламыз. Және соңғысы 10 данасын бірінші қорапқа салсақ, 40 данасын келесі екінші қорапқа салады екенбіз. Соңғы үшінші қатарға назар салып қараңдар балалар. Бұл жерде гайканың суреті берілген екен. Яғни екі қораптағы гайканың саны барлығы 80 дана болу керек екен. Бірінші қорапқа біз 70 дана гайка салсақ, екінші қорапқа біз 10 дана гайка саламыз. Келесі, бірінші қорапқа біз 20 дана гайка салсақ, екінші қорапқа біз 60 данасын салады екенбіз. Үшінші есепке қараңдар. Бұл жерде 50 дана гайканы бірінші қорапқа салсақ, 30 дана гайканы екінші қорапқа саламыз. Сонда барлығы 80 дана шығады. Және соңғысы, бірінші қорапқа біз 40 дана гайка салсақ, екінші қорапқа да біз 40 дана гайка салады екенбіз. Сонда барлығы 80 дана гайка шығады. Мысалдарды жаз. 40 пен 50-дің қосындысы 90-ға тең болады. 30-ға 20-ны қоссақ, 50-ге тең болады. 70 пен 10-ның қосындысы 80-ге тең. Мысалдардың бәрін соңына дейін жазып шығайық балалар. Бұл жерде бірінші қатарда 30 пен 60-ның қосындысы 90-ға тең, 20 мен 70-ның қосындысы 90-ға тең, 10 мен 80-ның қосындысы 90-ға тең. Келесі ортадағы қатарда бізде 40 пен 10-ның қосындысы 50-ге тең, 20 мен 30-ды қосқанда 50 болады, 10 мен 40-тың қосындысы 50-ге тең болады. Келесі үшінші қатар, соңғы қатар, бізде 60 пен 20-ның қосындысы 80-ге тең, 30-ға 50-ді қосқанда 80 болады, 40 пен 40-тың қосындысы 80-ге тең болады. Келесі екінші тапсырма. Қандай сандар жасырылған? Дұрыс жауапты таңда. 80 саны шығу үшін біз балалар 70-ке 10-ды қосамыз. Яғни сонда 10 мен 70-тің қосындысы 80-ге тең. Келесі 90 шығу үшін біз 50-ге 40-ты қосамыз. 50 мен 40-тың қосындысы 90-ға тең. Келесі 100-ден нешені азайтқанда 30 болады? Дұрыс айтасыңдар балалар. 100-ден 70-ті азайтқан кезде бізде 30 қалады. Келесі 90-нан 80-ді азайтқан кезде 10 шығады. 30 пен 70-тің қосындысы 100-ге тең. 60 пен 20-ның қосындысы 80-ге тең. Осылайша балалар, төмендегі берілген сандарды дұрыс таңдау арқылы біз жоғарыдағы қосу және азайту амалдарын дұрыс шығардық. Келесі үшінші тапсырма. Кім жылдам есептейді? 5-ге 3-ті қосқанда 8, 8-ге қосқанда 10, 10-нан 6-ды азайтқан кезде 4, 4-тен 2-ді азайтқан кезде 2, 2-ге 6-ны қосқанда 8, нәтижесіне 8 шықты. Келесі 20 мен 30-ның қосындысы 50, 50 мен 50-дің қосындысы 100, 100-ден 60-ды азайтқан кезде 40, 40-қа 40-ды қосқанда 80, нәтижесіне 80 шықты. Келесі 6-дан 0-ді азайтқан кезде 6, 6-ға 2 қосқанда 8, 8-ден 5-ді азайтқан кезде 3, 3-тен 3-ді азайтқан кезде 0, нәтижесінде 0 шықты. Келесі төртінші тапсырма. Математика күнделікті өмірде. 10 сантиметр тең 1 дециметр екенін есіңе түсір.
таспаның ұзындығы дециметрмен нешеге тең болады? Ал енді балалар, төмендегі суретке назар салып қараңдар. Бұл жерде бізде 3 түсті таспа берілген екен. Бірінші көк түсті таспа, екінші күңгірт қызыл түсті таспа және үшінші ашық қызыл түсті таспа екен. Енді бірінші көкшіл түсті таспа бізде 40 сантиметрге 30 сантиметр қосқан кезде бізде 70 сантиметр шығады. Ол дегеніміз 7 дециметр. Келесі күңгірт қызыл таспамыз 50 сантиметрге қосамыз 40 сантиметрі тең болады 90 сантиметр. Ол дегеніміз 9 дециметр. Келесі үшінші ашық қызыл түсті таспа бізде 70 сантиметрге 10 сантиметрді қосамыз, сонда бізде 80 сантиметр шығады. 80 сантиметріміз 8 дециметрге тең. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.